Әлеуметтануға қызығатын немесе әлеуметтанулық зерттеуден хабары бар адамдарда зерттеу әдістерінің қандай түрі бар? Олар бір-бірінен қалай ерекшеленеді? Зерттеушілер әдістердің қай түрін жиі қолданады деген сұрақтар туындауы мүмкін. Ендеше түсіндіріп көрейік. Coca-Cola, Adidas сынды әлемдік брендтер тұтынушылардың сұранысын анықтау үшін түрлі сауалнама жүргізіп, аудиторияға эксперимент жасайды. Сіз де үлкен маркеттерде, қызмет көрсету орындарында біздің көмегіміз пайдалы болды ма? Қандай ұсынысыңыз бар деген сынды сұрақтарға жауап берген боларсыз. Яғни кейде адамдар өздері біліп-білмей зерттеудің қатысушысы болады. Сондықтан көпшілік арасында әлеуметтанулық зерттеулер тек сауалнама негізінде жасалады деген пікір қалыптасқан. Бірақ зерттеудің басқа да әдістері бар. Алдымен оларды екі үлкен санатқа бөліп қарастыру қажет: сапалық және сандық. Жеке-жеке тоқталатын болсақ, сандық әдістер деп көбінесе жабық типті құрылымдық сұрақтарды қою арқылы сауалнама жүргізуді айтады. Мұндай зерттеулер нақты статистикалық деректер қажет болғанда жасалады. Нәтижесінде не, қанша, қалай деген сұрақтарға жауап алынады. Бұл әдістің басты ерекшелігі жеке тұлғаны қоғамның бір бөлігі ретінде зерттеу. Сандық әдістерге мыналар жатады: жаппай сауалнама, құжаттарды талдау, бақылау. Осы орайда институтымыздың зерттеулерінен мысал келтірсек, Қазақстан Республикасының қайырымдылық жүйесі баяндамасы кезінде сандық әдіс қолданылды. Еліміздің 14 облысы мен республикалық маңызы бар 3 қаласынан іріктелген 1200 респондентке жаппай сауалнама жүргізілді. Нәтижесінде мынадай сандық көрсеткіштер алынды. Зерттеу әдісінің бұл түрін әлемдік масштабта жиі қолданады. 100-ге жуық мемлекет тұрғындарының құндылықтарын талдаған Инглхарт зерттеуін мысалға келтірейік. Бұл кезде дін, гендер, демократия, әлеуметтік капитал, саясатқа араласу, қоршаған ортаны қорғау, толеранттылық көрсеткіштері бойынша адамдардың құндылықтар өзгерісін анықтау үшін сауалнамалар жүргізілді. Ал сапалық әдістерді шағын топтың пікірін негізге ала отырып, нақты бір мәселені терең талдау қажеттігі туғанда қолданамыз. Бұл әдістер азаматтардың жағдайын, толғандыратын мәселелерін, сондай-ақ олардың қоғамдағы жағдаяттарды қалай қабылдайтынын зерттеуге бағытталады. Сапалық әдіс кезінде негізгі сұрақтарға қосымша неге, неліктен деген сауалдар қойылады. Зерттеу нәтижелері ақпарат берушілердің пікірлері мен ұсыныстарын жинау, салыстыру және бағалау арқылы жасалады. Басты ерекшелігі қоғамның нақты бір бөлігін жеке зерттеу. Сапалық әдіс түрлері: сұхбат, фокус-топ, контент талдау, кейс-стади. Мысалы, балалар үйі тәрбиеленушілерінің әлеуметтік интеграциясы және қоғамға бейімделуі жобасы кезінде сапалық әдісті қолдандық. Себебі бұл кезде біз үшін белгілі бір топ балалар үйі тәрбиеленушілерінің қоғамға бейімделу процесін анықтау қажет болды. Зерттеу еліміздің 5 қаласы — Қарағанды, Семей, Өскемен, Тараз, Алматыда жүргізілді. Өйткені бұл қалаларда балалар үйі саны көбірек. Іріктеме көлемі 40 адам, оның 30-ы балалар үйінің түлектері, оны сарапшылар. Зерттеу кезінде сұхбат арқылы алынған мынадай мәліметтер негізінде қорытынды шығарылды. Әлемдік тәжірибеге тоқталсақ, әйгілі Чикаго университетінің өкілі Андерсон Хобо еңбегін жазар кезде көшедегі адамдарды бақылай отырып, олармен саябақтарда, кафелерде сұхбат жүргізу арқылы дерек жинаған. Айта кетейік, бақылау мен контент талдауды зерттеу сұрағы мен мақсат міндетіне байланысты әдістердің екі түріне де жатқызамыз. Әлеуметтану әмбебап ғылым. Қазіргі кезде зерттеу объектісі туралы жан-жақты мәлімет жинау үшін сарапшылар сандық және сапалық әдісті қатар қолданады. Бұл бір құбылыс туралы толыққанды ақпарат алуға мүмкіндік береді. Мұндай әдіс түріне мысал ретінде Қазақстан Республикасындағы отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл туралы зерттеуін айта аламыз. Бұл кезде еліміздің 17 өңіріндегі қалалық және ауылдық елді мекендерден таңдалған 1000 респондент арасында жаппай сауалнама жүргізілді. 10 сараптамалық сұхбат және тұрмыстық зорлық-зомбылық көрген 10 адамнан алынған тереңдетілген сұхбат деректері қолданылды. Оған қоса, зерттеу аясында отандық және халықаралық заңнамаға талдау жасалды. Шет мемлекеттерде де зерттеу кезінде аралас әдіс қолдану кең тараған. Мысалы, адам құқын зерттейтін Human Rights Watch пен қоғамдық пікірді сараптайтын Pew Research сияқты белгілі ұйымдар зерттеулерінде әдістің сандық та сапалық та түрін қолданады. Қорытындылай келе, аталған әдістер тек шартты түрде сандық және сапалық болып бөлінеді. Ең бастысы, зерттеудің ерекшелігі мен өзектілігін көрсетіп, мәнін аша алатын әдістерді тиімді таңдай алу қажет.